Аяқ киімнің бауын байлай алады. 40 жыл бойы қиылмаған тырнақ қандай болады? Сәлем достар. Осы видеода сіздерге тырнағын ұзақ уақыт бойы өсірген Лора Дремонттың оқиғасымен бөлісетін боламын. Бірақ алдымен видеоны аяғына дейін көруге және лайк басып қоюға кеңес беремін. Нью-Йоркте туып өскен Лора Дремонт балалық кезінде тырнағын тістей беретін болған. Ол бұл әдеттен арылу үшін 21 күн әдісінде пайдаланып көрген, бірақ оған ештеңе көмектеспейді. Алайда бір күні дүкендегі кездейсоқ бәрін өзгертті. Супермаркетте жүрген кезде Лораның көзі бір әйелдің қолына түседі. Оның тырнақтары күтімді, әдемі және жылтырап боялған болады. Ол оның жанынан жай өтіп кете алмайды. Лора әйелге жақындап одан кеңес сұрайды. Сол кезде Лора өзіне мен де бір күні тартымды нәтижеге жетемін деп уәде береді. Егер де арнаға тіркеліп қоңыраушаны басып қойсаңыз, бұл маған үлкен қолдау болар еді. Мен кішкентай кезімде тырнағымның етін қанағанша тістейтінмін. Бірақ отбасымның қолдауымен мен бұл әдеттен арыла алдым, деп еске алады Лора. Созылмалы әдетін жеңіп, Лора тырнағына күтім жасауды, маникюр жасайтын салонға жүйелі түрде барып, тырнақ өсіруді қолға алады. Міне, 40 жыл өткеннен кейін Лора өз өмірін ұзын тырнақтарсыз елестете алмайды. Сондай-ақ ол әр тырнағына есім берген. Лора бірнеше жыл қатарынан бір тырнақ шеберіне барады. Мария Отис оған бір күнін арнайды екен. Мен оны тырнақ ойынының ханшайымы деп атаймын. Себебі ол дизайн мен түстерді жаңа деңгейге шығарады. Маған маникюр жасау үшін шамамен 8 сағат уақыт кетеді, деп бөлісті Лора Дремонт. Лора мұндай ұзын тырнақпен үй шаруаларын жасай береді. Ол тек әшекей таққанда қиналатынын айтқан. Бір қызығы, ол балалар күтушісі болып жұмыс істейді, және ол ешқашанда балаларды байқамай тырнап алмаған. Сондай-ақ ол телефонды басуды және аяқ киімнің бауын байлауды үйренген. Ол тырнағын өсіруді жалғастырғысы келеді. Оның басты мақсаты Гиннестер рекордтар кітабына ену. Қазіргі таңдағы ең ұзын тырнақ иесі Миннесотадағы әйел. Оның тырнағының ұзындығы 138 см, ал Лораның тырнағы 55 см-ге жетті. Меніңше, бұндай ұзын тырнақпен жүру ыңғайсыз және қиын секілді. Сіз қалай ойлайсыз? Ойыңызды жазып қалдырып кетсеңіз болады.